Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы уақыт, тәулік. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты тәулік уақытын анықтауды үйрену. Балалар, бұл бізде уақытты көрсететін құрылғы, сағат деп аталады. Біз білеміз, сағаттың екі тілі болады. Қысқа тілі бұл сағатты көрсетеді, ал ұзын тілі бұл минутты көрсетеді. Біз білеміз, бір тәулікте 24 сағат бар. Тәуліктің басы түнгі 12-ден басталады, яғни 24-тен басталады, немесе 24:00, немесе түнгі 00 деп басталады да. Мына 10-ға қарай біздің тілдің сағаттары жылжып отырады, яғни 12-ден кейін түнгі сағат 1, 2, 3 деп келесі күннің тал түс уақыты тура 12-ге келген кезде түстен кейінгі уақыттар 12-ден кейін, яғни 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 деп түнгі қайтадан тәуліктің басына түнгі 12-ге, яғни 24:00-ге келеді, Не осы біз сағаттың көмегімен тәуліктің уақытын анықтай аламыз. Енді бұл жерде бізде сағат рим цифрларымен көрсетілген, Рим цифрларын есімізге түсіріп алайық. Бұл түсінікті, мынандай бұл 1, бұл 2, бұл 3, тағы солай. Бұл бізде 5, 5-тің алдында тұратын болса, 1 деген, яғни біз онда азайтамыз. Яғни 5-тен 1-ді азайтамыз. Яғни бұл жерде 4 деген сөз. Бұл 4 саны. Егер 5-тен кейін тұратын болса, яғни қосамыз. Яғни бұл деген 5-ке 1-ді қосамыз. Тең болады 6. Бұл бізде 10 саны, 10 санында алдында егер тұратын болса, тағы да азайтамыз, Яғни 10-нан 1-ді аламыз. Сонда бұл 9 саны. Егер 10-нан кейін тұрса, қосамыз, яғни 10-ға 1-ді қосамыз, тең болады 11. Немесе бұлай, екеу тұрады, яғни 10-ға 12. Бұл 12, 11, бұл 10, бұл 9, бұл 5, бұл 6, бұл 7. Бұл сағатта уақытты егерді қарайтын болса, қысқа тілі 11-де тұр, яғни 11 сағат. Бұл жерде минутты көрсетіп тұр. Егерді нақты айтатын болсақ, 5-тен кейін біреу қосылып тұр, 6 минут, Сонда 11 сағат 6 минут. Яғни мына әр цифрлардың арасында минут үшін 5 минут, Яғни бұл мына жерде бізде 6-шы минут кетті. Бізде сағат тілі 3-ті көрсетіп тұр, минут тілі 12-ні көрсетіп тұр. Егер минут тілі 12-ні көрсетсе, яғни ол тура 00 дегенді білдіреді. Яғни қазір сағат тура 3. Түн кейінгі 15:00, яғни күндізгі 3 болуы мүмкін. Келесі уақытты қарайық. Бізде рим цифрларымен көрсетілген. Бұл жерде бізде мынандай сан берілген. Бұл бізде қанша? 8, Яғни сағат тілі 8-ді көрсетіп тұр, минут тілі 12-ні. Яғни сағат 8:00, Бұл таңғы 8:00 болуы мүмкін, немесе кешкі 20:00 болуы мүмкін, Келесі уақытты қарайық. Сағат тілі 1-де тұр, ал минут тілі 12-де, яғни тура сағат 1 болды, Ол түнгі 1:00 болуы мүмкін, немесе күндізгі 13:00. Келесі уақытты қарайық. Бұл жерде бізде мынандай цифр көрсетілген. Бұл бізде 4, өйткені 5-тің алдында тұр. 4, яғни сағат тілі 4-ті көрсетіп тұр, минут тілі 12-ні, яғни таңғы 4:00 болуы мүмкін, немесе кешкі 16:00. Екінші мысал, өзің тұратын өлкеде жылдың әртүрлі мезгілінде күннің қай уақытта шығатынын білесің бе? Балалар, жылдың әртүрлі мезгіліне байланысты, яғни қыс, жаз, көктем, күз мезгілдеріне қарай бізде тәуліктің уақыты өзгереді. Яғни қыс мезгілдерінде, яғни күзден бастап қысқа қарай жақындай бастаған кезде бізде түн ұзара бастайды. Күн ерте батып, таң кеш атады. Ал жаз мезгілдеріне, яғни көктемге қарай, көктемнен бастап жаз мезгілдері кезінде керісінше
күн ұзарады, күн кеш батады, ал таң ерте атады, иә. Аспанда ай қай уақытта көрінеді? Өздерің балалар зерттеп көрсеңдер болады, иә. Бүгін мысалға кешке жақын, кеш батқан кезде ай қай кезде шығатынын байқап қарап көріңдер. Мысалы, әртүрлі уақытта қараңғы күн толығымен батқан кезде, далада қараңғы болған кезде, сол кезде біз айды көре бастаймыз, иә. Әтеш қай уақытта шақырады? Әтеш күннің атысымен әтеш шақырады. Суреттерге қара, дәптеріңдегі сағаттарға осы уақыттарды белгіле. Міне бізде сағат берілген, иә. Қазір біз мына уақыттарды белгілеп көрсетіп көрейік. Мен сағат тілін бұл түнгі 00 уақыты, яғни тәуліктің басы, иә. Тәулік осы кезде басталады. Яғни бізде бұл сағат тілі де 12, сағат тілі де 12-ні көрсетіп тұр, минут тілі де 12-ні көрсетіп тұр, яғни міне бұл менде сағат тілі 12-ні көрсетіп тұр, және минут тілі де 12-ні көрсетіп тұр. Уақыт 8:00. 8:00, яғни 8 сағат 00 минут, иә. Мына екіншісі минутты білдіреді. Яғни сағат тіліміз бізде 8-ді көрсетіп тұр. Сағат тіліміз 8-ді көрсетіп тұр, ал минут тіліміз 12-ні. Не бізде минут тілі 12-ні көрсетіп тұр. Бұл таңғы 8, иә, уақыт. 4:00, яғни бұл да таңғы уақыт, яғни 4 сағат 00 минут. Яғни сағат тілім 4-ті көрсетіп тұр, ал минут тілім 12-ні көрсетіп тұр. Келесі уақыт 7:30. Бұл да таңғы уақыт, иә. Балане таңғы асын ішіп жатыр. 7 сағат 30 минут. Яғни сағат тілім 7-ні көрсетеді, ал минут тілім 6-ны көрсетеді, иә. Бұл бізде 30 минут. 12:00 бұл күндізгі тал түс уақыты, иә. 12:00 бұл жерде де 2 сағат тілімізде 12-ні көрсетіп тұр. Нөмірі 3-ші мысал, теңдіктерді толықтыр. Яғни 100 пен 7-нің айырмасы бұл бізде 93-ге тең, иә. 93 пен 7-нің қосындысы, яғни 100-ге тең, иә. 48-ге мына екінші қосылғышты табу үшін біз не істейміз? Қосындының мәнінен мына бірінші қосылғышты азайтамыз. Яғни 50 алынған 48. Сонда қанша болады? 2. Келесі 90 алынған бұл жерде де белгісіз. Тең болады 83. Не істейміз? Бұл айырма. Айырмада бізде азайғыш ең үлкен сан, е. Сондықтан мына азайтқышты табу үшін біз азайғыштан айырманың мәнін азайтамыз. Яғни 90-дан 83-ті азайтамыз. Тең болады 7. Нөмірі 4-ші мысал, салыстыр. 5 дециметр 1 сантиметрді салыстырамыз 5 дециметрмен. Яғни бұл жерде 5 дециметр екеу бірдей, және 5 дециметрде 1 сантиметр бар. Яғни 5 дециметр 1 сантиметр артық 5 дециметрден. Келесі 11 килограмм және 1 центнер. 1 центнер ол бізде неше килограмм балар? 100 килограммға тең. Олай болса 11 килограмм кіші 1 центнерден. Келесі 20 сағат және 1 тәулік. 1 тәулікте бізде балалар қанша сағат бар еді? 24 сағат бар. Яғни 20 сағат кіші 1 тәуліктен. 2 тәулік және 50 сағат. 1 тәулігіміз 24 сағат болатын болса, онда 2 тәулігіміз қанша болады? 24-ті 24-ке қоссақ 48 сағат, е? Сонда 2 тәулік кіші 50 сағаттан. Өрнектің мәнін тап. 8 дециметр 8 сантиметр қосылған 30 сантиметр.
мынандай шамалар мен амалдарды орындаған кезде біз ең кіші шамаға барлығын түрлендіріп аламыз. Яғни 8 дециметр 8 сантиметр дегеніміз, яғни 80, иә, бұл 8 дециметр, яғни бұл жерде 88 сантиметр. Ге қосамыз 30 сантиметрді. Тең болады 118 сантиметр. Келесі. 3 сағат 20 минут алынған 20 минут. Барлығын минутқа айналдырамыз. 1 сағатта бізде 60 минут бар, е? Яғни 3 сағатта 180 минут, оған 20 минутты қосамыз, 200 минут. 200 минуттан азайтамыз 20 минутты. Тең болады 180 минут. Немесе жаңа минуттарды алып тастасақ, онда 3 сағат қалады, е? Яғни 180 минут. Есіңде болсын, сағат неше болды? Яғни бізде міне сағат тілі 3-тен кейінгі уақытты көрсетіп тұр, және минут тілі 6-ны көрсетіп тұр. Яғни 6 бұл бізде. Сонда егер түнгі уақытты көрсететін болса, 3 сағат 30 минут. Күндізгі уақытты көрсететін болса, 15 сағат 30 минут. Немесе тең жартысы, сонда біз 3,5 деп айтамыз, е? Нөмір 6-шы мысал, 2 сағатты таңдап есеп құрастыр. Бұл жерде бізде 2 сағат берілген, 4 сағат берілген. Бұл жерде таңертең оқитын оқушылар үшін көрсетілген уақыт, бұл түстен кейін оқитын оқушылар үшін көрсетілген сағат, е? Таңғы 8-де сабаққа барып, е? Түстен кейінгі 1,5-да үйге қайтады. Бұл жерде түстен кейінгі сағат 1-де сабаққа барып, кешкі сағат 6-да балалар қайтады үйге, е? Енді біз таңғы уақытты таңдайық. Яғни Темірлан мектепке бару үшін 8 сағат 00 минутта үйден шықты. Ал 13 сағат 30 минутта мектептен үйге қайтты. Ол мектепте неше сағат болды? Есептек, ол мектепте неше сағат болған? Ол таңғы 8:00-ден бастап түстен кейінгі 13:30-ға дейін мектепте болды, е? Енді осы аралық табу керек, яғни ол мектепте қанша уақыт сабақта болғанын табайық. Ол үшін не істейміз? 13 сағат 30 минуттан азайтамыз 8 сағатты. Сағаттан сағатты азайтсақ болады, е? Яғни 13 сағаттан 8 сағатты азайтатын болсақ, қанша болады? 5, е? 5 сағат және минутымыз бар. 8 сағатта минут жоқ болғандықтан біз 30 минутты мына 5 сағаттың жанына жазамыз. Яғни 30 минут. Сонда Темірлан мектепте 5 сағат 30 минут болған екен. Егер де сағатпен қарайтын болсақ, санап көрейік міне. 1 сағат, 2 сағат, 3 сағат, 4 сағат, 5 және жарты, сонда 5,5 сағат мектепте болғаны сағатпен де көрсек болады, е?